Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз бейнероликте педагогикалық процестегі маңызды тақырыптардың бірін талдаймыз. Оқыту принциптері. Принцип латын тілінен негізгі, бастапқы талап, ереже, қағида деген мағынаны білдіреді. Оқыту принциптері оқытуға қойылатын бастапқы белгілі жүйе немесе оқытудың негізгі ережелері. Оқыту принциптерін алғаш негіздеген Ян Амос Коменский. Коменский оқыту принциптерінің ішінде табиғатқа сәйкестік принципін ерекше атады. Коменский табиғатқа сәйкестік принципі негізінде балаларға берілетін білім баланың табиғатына, яғни мүмкіндігіне сәйкес болу керек деп тұжырымдады. Сонымен қатар, Коменский көрнекілік принципін зерттеген. Көрнекілік принципі арқылы Коменский дидактиканың алтын ережесін жасады. Оқыту принциптеріне назар бөлген Песталоцци, Жан-Жак Руссо, Ушинский, Абрей Алтынсарин. Оқытудың көптеген принциптері бар. Оқытудың мақсаттылық принципі. Мақсатсыз сабақ жақсы нәтиже бермейді, өйткені оқыту әдістері олардың мақсаттарына байланысты. Ғылымилық принципі. Ғылымилық принципі табиғат, қоғам, мәдениет, ойлау дамуының заңдылықтарын білуді талап етеді. Ғылымилық принципі оқу бағдарламаларын, оқулықтарды жасағанда еске алынып оқыту үдерісінде жүзеге асырылады. Ғылымилық принципі оқушылардың таным қабілетінің дамуына, дүниеге көзқарасының қалыптасуына әсер етеді. Түсініктілік принципі оқытуды оқушылардың дайындық деңгейіне сай ұйымдастыруды талап етеді. Түсініктілік принципінен оқыту ережелері туады. Жеңілден қиынға көшу. Оқушыларды таным іс-әрекетіне бірте-бірте үйрету, яғни нақты фактілерден жалпы қорытындыға көшу. Дара фактілерді жинақтау негізінде жекеден жалпы қорытындыға көшуді индуктивті жол деп атайды. Қарапайымдылықтан күрделілікке көшу. Мысалы, оқушыларға құрмалас сөйлемді түсіндіру үшін оларды ең алдымен жай сөйлеммен таныстыру қажет. Белгіден белгісізге көшу деп оқушылардың өткен сабақтан алған біліміне сәйкес жаңа сабақ материалы меңгеруін, білімді терең түсініп игеруін айтады. Жүйелілік пен бірізділік принципі. Оқыту үдерісінде оқу бағдарламалары мен тақырыптық жоспарда көрсетілген тақырыптар бойынша теориялық және практикалық мәселелер бірізділікпен белгіленеді. Жүйелілік және бірізділік принципі оқыту үдерісінде оқушылардың үнемі өз бетімен жұмыс атқаруға, сабақ үстінде, үйде кітаппен, лабораторияда, шеберхана тағы да басқа. Сонымен бірге, балалардың білімін жүйелі тексеріп, есебін алып отыруда, оларды күнделікті сабақтарға дайындықпен келуге де үйретеді. Бұл принцип жалпы пәндерді оқыту жүйесінде де қолданылады. Мысалы, көркем әдебиет пәндері бойынша бастауыш сыныптарда қарапайым мақалалар мен әңгімелер оқытылса, жоғары сыныптарда әдебиет шығармалары, әдебиет тарихы өтіледі. Саналылық пен белсенділік принципі. Білімді саналылық пен белсене қабылдап, оның өмір және практикамен байланысын тереңдету, оқытылатын фактілер мен құбылыстардың мәніне түсіну. Сабақ үстінде берілген тапсырманы оқушылардың саналылықпен орындауы олардың белсенділігін арттырады. Әрбір іс-әрекетін орындауда оқушылар оның теориялық және практикалық мәніне терең түсінуі қажет. Мысалы, тіл сабақтарында грамматикалық ережелерді теория тұрғысынан терең ұғыну қажет болса, ал сөйлемдерді сөз таптарына, сөйлем мүшелеріне ажырата білу оқушылардың іскерлік пен дағдыны саналылықпен игеруін көрсетеді. Саналылық оқытудағы формализмді жоюдың маңызды жолы болып табылады. Сонымен бірге саналылық пен белсенділік принципін іске асыруда мұғалім мен оқушылардың бірлесіп істеген шығармашылық жұмыстары да игі әсер етеді. Көрнекілік принципі. Көрнекілікті қолданудың нәтижесінде сабақ әрі түсінікті, әрі қызықты болып өтеді.
Көрнекілік абстракты ұғымды игеруге әсер етеді. Көрнекілік принципі оқу материалдарын, әсіресе теориялық ережелерді терең оқуда берік есте сақтауда алатын орны ерекше. Оқытудағы білімнің беріктік принципі. Білімнің беріктігіне оқытудағы ұйымдастыру, оқыту түрлері мен әдістердің алуан түрлі қолдану, оқытатын уақыт әсер етеді. Шарттары: әр түрлі анықтамалық әдебиеттерді, сөздіктерді, энциклопедияларды қолдануға үйрету. Оқытудан кейін білімді ұмыту басталады, сондықтан қайталаудың уақыты және жиілігі ұмыту туралы психологиялық теорияларға сәйкес белгіленеді. Жаңа материалды оқып болғаннан соң қайталауды көп жүргізу керек. Содан кейін қайталау азаяды, бірақ оны тоқтатуға болмайды. Әр оқушыны өз мүмкіндігіне қарай, бірақ бар күш-жігерімен жұмыс істеуге үйрету. Оқу материалын жүйемен беру. Теория және тәжірибенің байланыс принципі. Тек принцип қана емес, сонымен бірге біздің оқытуымыз бен тәрбиелеуіміздің негізгі заңы. Бұл принцип оқитын білімнің практикадағы маңызын көрсетуде, жаңа материалды меңгеруге проблемалық көзқарасты таратуда, зерттеу әдістерінде, экспериментте, лабораториялық жұмыстарда, теорияны практика міндеттерімен байланыстыратын оқыту әдістерінде жүзеге асады. Теория мен тәжірибенің байланыс принципі оқу шеберханаларындағы, тәжірибе учаскелерінде және басқа да толып жатқан өндірісте тікелей жұмыс істеуді енгізетін оқытудың ұжымдық формаларында да көрінеді. Гуманизациялау, ізгілендіру принципі. Бұл принцип оқушыға деген ерекше сүйіспеншілікті, құрметті талап етеді. Балаға сенім артып, оның жеке басының қасиеттерін ескеріп, оқу-таным әрекетінің жемісті болуына қолайлы жағдайлар мен мүмкіндіктерді жасау керек. Ізгілендіру принципінің шарттары. Оқытуда жеке тұлғаның ар-намысына тиетін жазалау әдісін қолданбау. Оқушының өз міндетін орындауға деген ықыласын мақұлдау. Үлгерімі нашар, жауапкершілігі төмен оқушыларды әдепті, бірақ қатаң түрде айыптау. Оларға қателіктерін шыдамдылықпен түсіндіру. Баланың өзі туралы жақсы бағасын, өзіне сенімін, сый-құрметін қалыптастыру. Қол жеткен жетістіктерді бекітіп, тұрақты түрде талап қою. Жеке тұлғаның іс-әрекетін дұрыс бағыттап, теріс қылықтарының көрінуіне жол бермеу. Баланы түсіну, жақсы көру, бірақ талапты қою. Оқушының табысына шынайы түрде қуану. Баланың ар-намысына тиетін сөз айтпау. Интеграциялау немесе кіріктіру принципі. Интеграция әртүрлі пәндердегі негізгі принциптер мен заңдылықтарды өзара тығыз диалектикалық бірлікте қарастыруды көздейді.